Сәлем болашақ грант иегері байланыста FM онлайн. Бүгінгі мамандықпен таныс рубрикамызда агроинженерия мамандығы туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Жалпы айтар болса, агроинженерия мамандығы бұл ауыл шаруашылығындағы техникалық және инженерлік шешімдерді әзірлеуге бағытталған мамандық түрі. Бұл мамандық ауыл шаруашылығы машиналарын, құралдарын, технологияларын және ондағы процестерді жобалаумен, өндірумен және пайдалану саласында жұмыс істейтін маман иелері. Агроинженерия ауыл шаруашылығы өнімділігін арттыру, ресурстарды тиімді пайдалану, экологиялық аспектілер бойынша агроинженерлер экологиялық таза технологияларды дамытуға және де енгізуге жауапты. Олар топырақтың құнарлылығын сақтау, су ресурстарын тиімді пайдалану және ауыл шаруашылығының экологиялық жұмыстарын азайту бойынша жұмыстар жүргізеді. Жалпы бұл мамандыққа 2023 жылы 357 грант бөлініп, ал 2024 жылы 300 грант бөлінген болатын. Алғашқылары 85 балмен, ал кейінгілері 50 балмен грант ұтқан болатын. Жалпы агроинженерия мамандығына қазіргі таңда елімізде оқытатын 8 жоғары оқу орны бар. Оның ішіндегі топ 3-і Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Сейфуллин және Әуезов университеттері. Қазақстанда агроинженерия мамандығы бойынша жалақылар деңгейі әртүрлі секторларға байланысты бөлінеді. Олар ең алғашқы жұмыс жасау салалары, жұмыс жасайтын орны, қандай қызметте етуі, одан бөлек тәжірибесі мен білім деңгейі. Ал дәл қазіргі уақытта олардың жалақысы 150 мың мен 300 мың теңге аралықтарын қамтиды. Жоғары білікті мамандар мен жоғары жетекші инженерлердің жалақысы 400 мыңнан 600 мың теңгеге дейінгі аралықты қамтиды. Агроинженерия ауыл шаруашылығына өте үлкен үлесін қосып, қазіргі таңда агроинженерлерге деген сұраныс өте қатты артып келеді. Сенің де таптырмас маман болуға мүмкіндігің бар. Сол үшін отыра бермей, дәл қазіргі сәттен бастап дайыныңды FM-мен бастап, біз сені күтетін боламыз. Келесі кездескенше сау.